Сәлеметсіздер ме қыздар, арнаға қош келдіңіздер. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Гүлмәшім. Бүгінгі шеберлік сабағымызда осындай өте әдемі қыз-келіншектерге гүлді басқа таққан кезде өте әдемі болып көрінетін орамалды бірге тоқитын боламыз қыздар. Бұны ұзыннан ұзақ көлемін үлкен қылып тоқитын болса, шәлі деп жатады ғой, солай иығына әдемі қылып жауып жүретін немесе басына орайтын осындай өте әдемі көріністі шәлі болады қыздар, егер көлемін үлкен қылатын болсақ. Енді қыздар, бұның жалпы тоқылуы бірінші толық гүл тоқылады. Осы бір жақ шетінен бастап тоқылады бұл. Сонда гүлдің біреуі толығымен тоқылып отырады да, жарым, 2 жарым, 3 жарым, 4 жарым, 5 жарым, осылай қараңыздар. Менде тура ортасында мінекей қарасаңыздар 6 гүл тоқылған. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Мінекей тура ортасы бізде 6 гүл тоқылды. Одан кейін керісінше қайтадан саны тура мына жақ бастаған кездегі сияқты қайтадан қарама қарсы бағытта қысқарып отырады мінекей гүлдердің тоқылу саны. Жіптерді таңдағанда сіздер өз қолдарыңызда бар жіптерді таңдасаңыздар болады. Менде бұл жерде Ализе шаль 100 граммда 460 метр. Бізімнің өлшемі мінекей 2,5 мм. 1 мен 3 аралығындағы өлшемдегі бізді қолдануға ілмек бізді болады деп көрсетілген қыздар. Құрал жабдықтарыңызды түгендеп алсаңыздар, бастайық. Ең алдымен осылай түйчөк жасаймыз қыздар. Енді 7 ілмекті көтеріп аламыз, санап отырып бірге. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді ең бірінші ілмегімізге бекітеміз. Бізде осындай дөңгелек болуы керек. Бекітіп аламыз әдемілеп, біріктіреміз мінекей дөңгелегімізді. Енді 3 ілмекті көтеріп аламыз. 1, 2, 3. Орам мінекей. Тоқимыз осы жерде қыздар, анықтап қараңыздар. Менің әрбір қимылымды қайталап тоқсаңыздар, сіздерде де осылай шығады. Мінекей орамнан кейін бір ілмекті алдық. Осы ілмекті мінекей бір тоқимыз. Келесі орамымызды тағы бір тоқимыз. Одан кейін бізіміздегі 2 ілмекті тағы да тоқимыз мінекей. Келесі 4 ілмек санаймыз. 1, 2, 3, 4. Тағы да орам. 1 ілмекті мінекей тоқимыз. Қарасаңыздар, міне сонда біздің ілмек бізімізде 3 ілмек тұр мінекей. 1, не жерде ортасында орам бар, және соңғы тағы 1 ілмек тұр. Осы үшеуін жеке-жеке тоқимыз қыздар, қараңыздар енді. Мінекей 1, 2, соңынан 3-ші 2 ілмекті тағы тоқимыз мінекей. Тағы да тура осы қайталаймыз. Орам. 1 ілмек мінекей. Осы ілмекті тоқимыз бірінші. Екінші ораммен тоқып аламыз. Үшінші тағы тоқылады. Мінекей. Енді тағы да 4 ілмек санаймыз. 1, 2, 3, 4. Тағы орам тоқимыз. 1, 2, 3. Тағы орам. 1, 2, 3. Бұл бізде гүлдің мінекей шеткі жапырақтары. 1, 2, 3 болды. Біз 6 тоқу керек біз осылай. Арасында 4 ілмектен алып отырамыз. 1, 2, 3, 4.
Келесі жалғастырамыз. Орам. Орамды баған екеу тоқимыз сонда. Әрбір 3 ілмек. Қараңыздар. 1 тоқылды, 2 ораммен тоқылды, 3-ші 2 ілмек тоқылды мінекей. Тағы да орам. 1 ілмек аламыз. 1-ші ілмек тоқылады. 1, 2, 3. Тағы да 4 ілмек іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. Орам. 1-ші ілмек. Орам. 2, 3-ші. Тоқылды. Тағы да орам. 1, 2, 3. 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Енді санайық қыздар. 1, 2, 3, 4, 5. 5 болыпты. Енді бізде осы соңғысы болады. 2 орамды мінекей. Бағандар тоқып келеміз 2-2-ден. Осы бізде гүлдің әдемі бейнесі болып саналады. Біз бұдан 6 тоқу керекпіз. Біз енді соңғысын тоқимыз. Орам. 1, 2, 3. Тағы да соңғы. Орам. 1, 2, 3. Ары қарай 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Енді біз бастаған жерімізде қайтадан жұмысымызды айландырып келіп, бұл жерде біз біріктіреміз жұмысымызды. Енді қыздар 14 ілмек санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді аударамыз. Гүлімізді осылай аударамыз да артқы жағынан санаймыз мінекей. Санаймыз. 7 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Осы 7-шіге біріктіріп тоқимыз осы жерде. Мінекей тоқыдық. Енді ары қарай 2 ілмек. 1, 2. Тағы да санаймыз 2 ілмек. 1, 2, 3-шісіне біріктіріп тоқимыз. Ары қарай тағы да 2 ілмек. 1, 2. Мінекей 2 ілмек қыздар. Енді тура осы жерде гүлдің мінекей артқы жағы. 2 орамды бағандар тоқыған кезде арасынан 4 ілмектен алып отырдық. Осының ең ортасында мінекей осы жерден біз біріктіріп тағы да аламыз. Осы жерде біріктіріп. Енді жұмысымызды бұрамыз. Өң жағына қарай гүліміздің. 1, 2. Де орам. Неке қарасаңыздар. Орам алдық. Міне. Енді тоқимыз бұл жерде. Бірінші. Тура бастап көрсеткен әдіс бойынша. Бірінші ілмек келесі ораммен бірге тоқылады. Үшінші соңындағы бізіміздегі 2 ілмек бірге тоқылады. Тағы да орам. Бірінші ілмек. Екінші орам. Үшінші соңынан қалған 2 ілмек. Мінекей қыздар тоқылды. Енді біз қарасаңыздар, міне жерде көрсеткенімдей, біз міне бір гүлді толығымен тоқып болдық. Енді біз 1,5 гүлді тоқимыз. Мына жерін тоқимыз қыздар. Біз бұл жерде мінекей 2 гүлдің мінекей 2 жапырағы тоқылды. 2 орамды бағанмен мінекей тоқылып тұр. Енді ары қарай жалғастырамыз қыздар. Бұл жерде тағы да ары қарай 14 ілмек санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тағы да жұмысымыздың ішкі жағына қарай, астар жағына қарай аударып аламыз да ілмектерді санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей 7-ші ілмекке тоқимыз. 7-ші ілмекке тоқыдық. Ары қарай тағы да 2 ілмек, 1, 2. Тағы да санаймыз. 1, 2, 3-ші ілмекке тоқимыз бірге, біріктіріп. Тағы да 2 ілмек. 1, 2 тоқыдық. Бұл жерде бізде қарасаңыздар, мінекей әрбір. Бұл жерде енді біз келесі гүліміздің жапырағының тура ортасындағы 4 ілмектің тура ортасынан мінекей өткіземіз. Біріктіріп өткіздік. Жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Енді бізде ары қарай гүлімізді тоқып ары қарай жалғастырамыз. Орам. Бұл жерде бізде мінекей гүлдің бір жапырағы дайын тұр бізде. Енді біз ары қарай жалғастырамыз. 1 ілмек. 1, 2, 3. Тағы да орам. Бір өзі тоқылады бірінші ілмек. Келесі екінші ораммен тоқылады. Үшінші соңынан 2 ілмек бірге тоқылады. Енді сіздерге түсіндірсем, бұл жерде біз екінші 1,5 жапырақты тоқып жатырмыз. Біз бұл жерде 2, мінекей осы жердеміз. Қазір айланып осылайынан толықтырамыз 6 жапырағын бұл гүлдің. Одан кейін біз мына жерде жартылай тоқылатын 2 жапырағын тоқып қойдық міне. Бұл жерде, міне, түсінікті болса. Енді осылай айланып толықтырып келемізде қалған 2 жапырағын тоқимыз. Сонда бізде бұл жердегі 1,5 гүліміз тоқылып аяқталады. Қараңыздар қыздар, енді арасынан тағы да 4 ілмек тоқып отырамыз. 1, 2, 3, 4. Орам. 1 ілмек. Ораммен тоқылады. 2, 3. Орам. 1, 2, 3. 2 орамды бағанды тоқыдық міне қыздар. Енді арасынан тағы 1, 2, 3, 4 ілмек. Тағы да орам. 1, 2, 3. Тағы да орам. 1, 2, 3. Келесі 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Міне гүліміздің анықтап санап алайық. 1, 2, 3, 4 жапырағы тоқылды. Енді бізде 5-шісі, бізге 6 тоқылу керек. Орам. 1-ші ілмегі тоқылды. 2-ші ораммен тоқылады. 3-ші біздімізде қалған 2 ілмек тоқылады қыздар. Орам. 1-ші ілмек. Ораммен тоқылады. 3-ші. 2 баған тоқылды орамды. Арасынан 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Бізде соңғы гүлдің жапырағы тоқылады. 1, 2, 3, 4, 5 болды. Енді соңғысын тоқимыз. 2 орамды баған. 1,
2, 3. Тағы да орам. 1, 2, 3. Мінекей өте әдемі аяқталды. Енді осы жерде 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Осы жерде мінекей жұмысымызды бұрамыз. Енді қарасаңыздар, бұл жерде біз 4 ілмек, мінекей 4 ілмекті тоқып өткен болатынбыз. Тура осының арасынан өткізіп біз қосу керекпіз. Әдемілеп біріктіреміз. Мінекей. Бірікті. Жұмысымызды қайтадан бұрамыз өң жағына. Бұл жерде 2 ілмек мінекей санап аламыз. Бұлай қойған кезде бір түсіндіріп жіберейін. Мінекей, бізде мына гүл тоқылды, келесі екінші толық тоқылатын гүл тоқылды. Енді жартылай, 1,5 жарты гүл тоқылу керек. Оны мінекей енді осы жерде жалғастырамыз ары қарай. Орам. Енді 2 жапырағын тоқимыз. Бұл жерде жартылай тоқылатын жерде 4 жапырақтан болады. Ал толықтай гүлдің тоқылатын жерінде 6 жапырағы тоқылу керек. Орам. 1, 2, 3. Келесі тағы. Орам. 1, 2, 3. Арасында 4 ілмек тоқылады. 1, 2, 3, 4. Ары қарай. Орам. Бірінші ілмек, 1. Ораммен тоқылады. 2. Үшінші 2 ілмек бірге тоқылады. Орам. 1, 2, 3. Мінекей қыздар, бізде 1, одан кейін 1,5 гүл тоқылды мінекей. Өте әдемі. Ары қарай тура осылай жалғастырамыз. Енді бізде 2 гүл толықтай тоқылады. Келесі, мінекей қарасаңыздар, 2 гүл толығымен тоқылады енді. Ары қарай жалғастырамыз. Енді 14 ілмек тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді жұмысымызды бұрамыз. Мінекей артқы жағынан санаймыз. 7 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Мінекей 7-шіге тоқимыз. 2 ілмек. 1, 2 ілмек тоқыдық. Тағы да санаймыз. 1, 2, үшіншісіне тоқимыз қыздар. 2 ілмек санадық, үшіншісіне біріктіріп тоқимыз. Келесі 2 ілмек, 1, 2. Енді бізде осы жерде қарасаңыздар, мінекей. Қасындағы жапырақтың мінекей 4 ілмек болған, осы жерде тура ортасынан біріктіреміз. Тура ортасынан өткіземіз. Жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмек көтереміз. Енді гүлдің жапырағын тоқып бастаймыз. Ол үшін тағы да 1 орам. Бірінші ілмек өзі тоқылады мінекей. Екінші ораммен, үшінші біздегі 2 ілмек бірге тоқылады. Келесі орам. 1, 2, 3.
екі мінекей жапырағы тоқылды. Енді осы жерде біз екі ілмек тоқимыз. 1, 2. Енді гүлімізді аударамыз мінекей. Бұл жерде келесі толық тоқылған гүлдің мінекей арасындағы 4 ілмектің тура ортасынан алып біріктіреміз. Жұмысымызды қайттан бұрамыз. 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Орам. 1, 2, 3. Орам. Бірінші ілмек. 1, екінші ораммен, үшінші 2 ілмек тоқылады. Енді ары қарай жалғастырамыз. 14 ілмек санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Гүлімізді мінекей бұрамыз. Тағы да санаймыз енді әрбір ілмектерді. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Тоқимыз. Біріктіреміз мінекей. Келесі тағы 1, 2 ілмек. Келесі тағы санаймыз. 1, 2, 3 ілмекке біріктіріп тоқимыз. Ары 2 ілмек тағы да 1, 2. Енді бұны келесі гүлдің жапырағымен біріктіреміз. Үстіне 4 ілмек болған, алдыңғы тоқылған. Осының тура ортасынан алып біріктіреміз. Қыздар, тура осылай қайталасаңыздар, барлығы да сіздерде осылай тоқылады. Өң жағына қарай бұрамыз. Енді 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Орам. 1, 2, 3. Орам. Бірінші ілмек. Біреу. Екінші орам. Үшінші 2 ілмек. 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Орам. 1, 2, 3. Орам. 1 ілмек. 1, 2, 3. Арасынан 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Орам. 1, 2, 3. Орам. Бірінші ілмек. Екінші ораммен, үшінші 2 ілмек қыздар. Жалғастырамыз. Арасында 4 ілмек. 3, 4. Біз 5-ші жапырағын тоқығалы жатырмыз гүлдің. 1 ілмек. Екінші ораммен, үшінші біздегі 2 ілмек бірге тоқылады. Тағы да қайталаймыз. Орам. 1 ілмек. Осы ілмектің өзі 1 рет тоқылады. Ораммен тағы да 1 рет тоқылады. Соңынан 2 ілмек тағы да 1 рет тоқылады. Бізде гүлдің 5 жапырағы тоқылды. 1, 2, 3, 4, 5. Енді арасынан тағы 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Орам. Соңғы 6-шы жапырағын тоқимыз. Орамды бағандармен. 1, 2, 3. Орам. 1 ілмек. 1, екінші орам. Үшінші 2 ілмек бірге. Неке қыздар, қараңыздар, көз алдарыңызға қояйын. Біз бұл жерде 2 толықтай тоқылатын мінекей. Мына жерде толықтай тоқылатын 2 гүлді айландырып, осы гүлді тоқып қойдық міне.
Енді бізде бастапқыда тоқып кеткен мына жерде 3 жапырағы бар гүлдің жартылай. Енді осыны мына жерде біріктіреміз қазір. Одан кейін қалған 3 жапырағын тоқимыз. Сонда бізде осы 2 гүл толығымен тоқылады. Жалғастырамыз. Енді мінекей бұл жерде 2 ілмек тоқып аламыз да гүлімізді қыздар бұрамыз. Бұрамыз. Сол кезде міне қараңыздар арасында осы жерге біріктіреміз. Бұл жерде 4 ілмек тоқылып тұр. Алдында тоқып өткенбіз. Осы жердің тура ортасынан біз біріктіріп өткіземіз. Жұмысымызды бұрамыз. Жұмысымызды бұрамыз. Әдемі болып бірікті бұл жерде. Енді 2 ілмек көтеріп аламыз. 1, 2. Ары қарай жалғастырамыз. Орам. Енді осы гүлді толықтырып 3 жапырағын тоқып шығамыз қыздар. 1 ілмек, екінші орам, үшінші 2 ілмек тоқылады. Орам, 1 ілмек, сол ілмекті қайтадан тоқимыз. Екінші ол ілмекті ораммен бірге тоқимыз. Үшінші 2 ілмек бірге тоқылады. Мінекей. Арасында 4 ілмек. Тағы да орам, қайталап осылай тоқимыз. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Енді соңғы гүліміздің жапырағы тоқылады. 1, 2, 3, 4 ілмек тоқылды. Орам. 1, 2, 3. Тағы да орам. 1, 2, 3. 2 ілмек тоқып аламыз. Енді гүлімізді бұрамыз. Қарасаңыздар, міне алдыңғы жанындағы мінекей жарты гүлдің тоқылған 4 ілмек осының тура ортасынан біз қосу керекпіз біріктіріп. Қосылды. Қайтадан оң жағына қарай бұрамыз. Қарасаңыздар, бізде толықтай 2 гүл бұл жерде тоқылды. Осылай қойсам, сіздерге анық көрінеді. Дайын жұмыспен салыстырып қарасаңыздар. 1 гүл, 1,5 тоқылды. Одан кейін 2 гүл толығымен тоқылды. Келесі бізде тоқылады, 2,5 гүл тоқылады. Арғай жалғастырамыз қыздар. Қайталап, үлгермей қалсаңыз, экранды үзіліске қойып, әрбір қимылды қосылып қайталасаңыздар, қыздар, сіздерде де осылай шығады. Бастапқы 1-2 рет тоқылған кезде қиындау болады, одан кейін тоқылуын үйреніп аласыздар, жаттап. Ары қарай 14 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Енді санайық бұл жерде. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші ілмекке тоқимыз. Келесі 2 ілмек, 1, 2 ілмек тоқимыз. Тағы да санаймыз. 1, 2, 3-ші ілмекке тоқимыз енді. Тағы да 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Енді біз
бұны келесі жапырақтың мінекей 4 ілмек алғанбыз. Тура осының ортасынан біріктіру қажетпіз. Мінекей біріктірдік. Жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмек көтереміз. 1, 2. Мінекей бізде бұл жерде бұл мінекей гүлдің ортасы болса, бір жапырағы гүлдің дайын тұр. Ары қарай жалғастырып тоқимыз осы жерде. Орам. 1, 2, 3. Бірінші баған тоқылды. Орам. 1, 2, 3. Екінші баған тоқылды мінекей. 1, 2. Гүлдің мінекей 2 жапырағы тоқылды. Енді ары қарай 14 ілмек санаймыз тағы. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14. Енді мінекей бұрамыз, санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші ілмекке тоқимыз. Тағы да 2 ілмек. 1, 2. Санаймыз мына жерде. 1, 2, үшіншісіне тоқимыз. Ары қарай тағы да 2 ілмек. 1, 2. Біраз ұзындау қылып шығарамыз да. Келесі мінекей гүліміздің жапырақшасына мына жерде 4 ілмек әрбір арасынан тоқып отырғанбыз. Соның ең ортасына біз біріктіру қажетпіз. Мінекей әдемілеп өткіземіз. Оң жағына қарай гүліміздің бұрамыз. Осы жерде 2 ілмек көтереміз. 1, 2. Ары қарай жалғастырамыз. Орам. Тоқимыз енді келесі. Екінші гүлдің жапырақтарын тоқып бастаймыз. 1 орамды баған тоқылды. Келесі орам. 1, 2, 3 мінекей. Осы жерде бізде 2 ілмек тоқылады. 1, 2. Жұмысымызды бұрамыз. Астар жағына қарай. Келесі қарасаңыздар мінекей гүліміздің тура ортасындағы 4 ілмектің тура тең ортасынан өткіземіз. Біріктірдік міне. Өте әдемі болды. 1, 2 ілмек тоқылды. Біз бұл жерде мінекей мына 2 гүлді тоқып болдық. 2,5 гүлді тоқу үшін мына жердегі жарты гүлдің мінекей мына жерде 2 жапырағы дайын тұр. Енді бұл жердегі ортаңғы гүлдің жартысын тоқу үшін біз 3 жапырағын тоқу керекпіз. Бізде мінекей мына жерде 2 жапырағы дайын тұр. Міне қазір үшіншісін тоқимыз. Орам. 1, 2, 3. Бірінші орамды баған тоқылды. Екіншісі 1, 2, 3. Мінекей екіншісі тоқылды. Енді келесі ары қарай тағы да 14 ілмек. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Мінекей аударамыз. Астар жағынан санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7-ші ілмекке тоқимыз. Бұл бізде келесі гүліміздің мінекей ортасы болады, иә? Ары қарай 2 ілмек. 1, 2. Санаймыз. 1, 2, 3-ші ілмекке тоқимыз бұл жерде. Келесі 1, 2.
екі ілмегімізді енді тура осы жерде келесі дайын, қарасаңыздар, мінекей біріктіру керекпіз осы жерде. Дайын гүліміздің мінекей тура ортасындағы 4 ілмектің ортасынан әдемілеп біріктіреміз. Біріктірдік, жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмекті көтереміз. Мінекей. Бізде мінекей мына жерде жартылай гүл, мына жерде одан кейін тағы да жартылай, тағы бір гүл толық тоқылады. Одан кейін міне соңғы гүліміз. Бұл жерде енді толықтай айландырып 6 гүлдің 6 жапырағын тоқып шығу керекпіз. Орамды бағандармен 2-2-ден, бірінші орамды баған мінекей тоқылды. 2, 3, мінекей. 2 жапырағы дайын болды. Арасынан 4 ілмекті тоқып отыруды ұмытпаймыз. 4-еу орам, 1-еу, 2-еу, 3-еу. Бірінші баған тоқылды орамды. Екіншісін тоқимыз. 1-еу, 2-еу, 3-еу. 4 ілмек. 4-еу. Тағы да орам. 1, 2, 3. Орам. Екінші орамды баған тоқылды. Арасынан 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Орам. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. Гүлдің 1, 2, 3, 4, 5 жапырағы тоқылыпты. Енді соңғысы бізге 6 тоқылу керек. 3, 4. Орам. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3 тоқылды мінекей. Енді қыздар, бізде толықтай гүлімізді тоқып шықтық. Осы жерде 2 ілмек. 1, 2. Енді гүлімізді бұлай бұрайық. Қарасаңыздар, мінекей мына жерде 4 ілмек тұр. Осы жерге біріктіру керекпіз. Тура ортасынан 4 ілмегіміздің тура ортаңғы бөлігінен өткізіп біз біріктіру керекпіз. Мінекей біріктірдік. Қайтадан жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмек көтереміз. 1, 2. Мінекей бізде соңғы мына жердегі гүлді тоқып шықтық мінекей қыздар. Сіздерге осылай арасында қойып отырайын, сіздер түсініп қарап ары қарай жалғастыруларыңыз үшін. Мінекей қыздар, мына жерде гүлді тоқылды мінекей. Енді мына жердегі жартысы тоқылған бізде 3 жапырағы, енді қалған 3 жапырағын айландырып қосып шығамыз да. Одан кейін мына жерде жарты гүл бар, 4 жапырақтан тұратын. Мына жерде 2 жапырағы тоқылып тұр, біз бастап тоқып кеткенбіз. Енді 2 жапырағы қалды, сонымен аяқталады. Қолымнан келгенше барлығын түсінікті жеткізуге тырысып жатырмын қыздар. Әрбір әрекетті тоқтатып қойып өзіңіздің әдісіңіз бойынша енді бір әдісін тауып қайталап тоқсаңыздар екен деген ниетім бар. Сіздерде де осылай әдемі болып шықса екен. Ары қарай қыздар жалғастырамыз. 2 ілмекті мінекей көтеріп алдық. Енді орам. Екінші гүлімізді айландырып тоқып шығу керекпіз. Орам. 1, 2, 3. 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Келесі орам. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5 жапырақ болды гүлдің. Енді соңғы 6-шысын тоқимыз. 1, 2, 3. Орам.
1, 2, 3. Мінекей. 2 ілмек тоқылады. Бұны біз мына жердегі мінекей гүлімізді астар жағына қарай бұрамыз. Бұл жерде 4 ілмек. Осының тура ортасынан біріктіреміз тағы да әдемілеп. Қайтадан жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмек тоқимыз. 1, 2. Мінекей әдемілеп біз толығымен 2 гүлімізді де аяқтап шықтық. Енді жарты гүл қалды мына жердегі. 2 гүл тоқылды. 2,5 гүл болып тоқылу керек. Енді ол жерде 2 жапырағын тоқимыз гүлдің. Орам. Бірінші ілмек. Ораммен ілмек. Соңынан 2 ілмек. Бірінші орамды баған тоқылды. Екінші орамды баған. Арасынан 4 ілмек. 4-еу. Орам. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. Мінекей. Әдемі болып бізде аяқталды қыздар. 2,5 гүліміз. 1, 2, 3, 4 жапырағымен. Қойып көрсетейін мінекей тағы да. Өте әдемі салыстырып қарасаңыздар, иә? 1, 1,5, 2, 2,5 гүліне тоқылды. Енді келесіде 3 гүл толығымен тоқылу керек. Толықтай тоқылады. 3 гүл тоқылған кезде, бастаған кезде бұл жерде 3 жапырақтан алып отырасыздар. Ал енді жарым тоқылған кезде 2 жапырағы гүлдің басында алынып отырады. Ары қарай жалғастыру үшін тағы да 14 ілмек қыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Астар жағына қарай бұрып аламыз. Енді санаймыз 7-ші ілмекті. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-ші ілмекке тоқимыз. Бұл бізде келесі гүліміздің ортасы болады. Келесі 2 ілмек, 1, 2. 1, 2, 3-ші ілмекке тоқимыз. Қайтадан 3-ші ілмекке тоқ. Тағы да 2 ілмек, 1, 2. Бұл жерде келесі мінекей мына жерде жапыраққа қосамыз. Тура ортасындағы 4 ілмектің тура ортасынан әдемілеп біріктіріп қосып аламыз. Жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмек көтереміз. Орам. Мінекей гүлдің 1 жапырағы дайын тұр осы жерде. Ары қарай екіншісін тоқимыз. Тура бастапқы көрсеткен әдіс бойынша. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. Орамды бағанмен 2 тоқылды. Енді осы жерде біз келесі дайын гүлімізбен жапырақтарын біріктіріп алу керекпіз. 2 ілмек, 1, 2. Мына жерде гүлдердің араларын біріктіру керекпіз осылай. Тура 4 ілмектің арасынан біріктіреміз осылай. Қайтадан жұмысымызды бұрамыз мінекей. Әрбір гүлдердің арасы осылай 3 бұрышты болып бірігіп отыру керек сонда қыздармен. Тағы да 2 ілмек көтереміз. Енді қараймыз қыздар. Бұл жерде біз гүлдер толығымен тоқылады, иә? Толығымен тоқылатын кезде 3 жапырақтан тең жартысынан қалдырып отырамыз. Ал енді жартылай тоқылатын кезде 2 жапырақ жеткілікті болады. Бұл жерде бізде толығымен 3 гүл тоқылады, иә? 3 гүл тоқылады. Сондықтан енді бұл жерде біз келесі 3-ші жапырағын тоқып өтеміз.
1 2 3 орам 1 2 3 міне біз дайындап бірінші гүлдің тең жарты жапырағын тоқып қойдық. Енді келесінің тең жартысын тоқу үшін ары қарай жалғастырамыз. Тағы да 14 ілмек. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Астар жағынан теріс жағынан санаймыз. 1 2 3 4 5 6 7 ілмекке тоқимыз. Ілмекке тоқылады. Келесі 2 ілмек тоқимыз. 1 2. Тағы да санаймыз. 1 2 3 ілмекке тоқимыз. Келесі 1 2 ілмек. Кешірім өтінемін, артық дыбыстар шығып жатса, менде кір жуылып жатыр еді. Сондықтан тырсылдап дыбыстар шығуы мүмкін. Алдын ала кешірім өтінемін. Мінекей. Енді бұл жерде қыздар, біз біріктіру керекпіз. Келесі дайын, мінекей, толықтай гүліміздің жапырағымен арасындағы 4 ілмекпен біріктіру керекпіз. Тура ортасынан біріктіреміз. Жұмысымызды бұрамыз. 2 ілмекті көтереміз. 1 2 орам, мінекей. Орамды бағандармен осылай тоқимыз. Орам 1 2 3. Гүлдің бізде 2 жапырағы дайын болды. Осы жерде 1 2 ілмек тоқып аламыз да, келесі қарасаңыздар, бұл жерде келесі мінекей гүлдің ортасындағы 4 ілмекпен біз біріктіру керекпіз осылайынан. Арасынан осылай үшбұрыштар шығып отыру керек қыздар, мінекей әдемі болып гүлдің жан жағынан бірігу керек. Ол үшін тағы да біз астар жағына бұрамыз. Келесі мінекей жапырағымызды қараймыз. Тура 4 ілмектің арасынан тағы да өткізіп біріктіреміз. Өткіздік. Келесі 2 ілмек көтереміз. Енді тура мына жердегі сияқты 3 жапырағын мінекей тоқыдық гүлдің. Бұл жерде де тура солай үшіншісін тоқып аламыз. Орам 1 2 3 орам ілмек 1 2 3 мінекей. Бізде бұл жерде 2 гүлдің тең жартысы тоқылды. Енді үшінші гүлді тоқу үшін тағы да 14 ілмек. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 13 14. Ілмектердің астыңғы жағынан санаймыз. 1 2 3 4 5 6 7. 7-ші ілмекке тоқимыз. Жетінші ілмекке тоқимыз. Ары қарай 2 ілмек. 1 2. Келесі 1 2 3-ші ілмегіне тоқимыз. Ары қарай тағы да 2 ілмек. 1 2. Енді қыздар, бұл жерде келесі гүлімізге біріктіреміз. Мінекей мына жердегі 4 ілмекке біріктіру керекпіз, иә? Арасынан тура өткізіп біріктіріп аламыз. Жұмысымызды өзімізге қарай оң жағын бұрамыз. Енді тағы 2 ілмек көтереміз. 1 2. Ары қарай
гүліміздің қалған жапырақтарын айландырып тоқып шығамыз. Бұл жерде енді 3 гүл тоқылады. Мінекей 2 гүлдің мінекей тең жартылары дайын тұр. Бұл жерде біз айландырып енді барлық 6 жапырағын тоқимыз да, қалған 2 гүлдің 2 жапырағын да толықтырып шығамыз, қыздар. Жалпы тоқылуы сіздерге түсінікті болды ғой деген ойдамын енді. Осылай толықтай үзбей көрсетуге тырыстым. Ары қарай жалғастырамыз. Орам. 1, 2, 3. Бірінші орамды баған тоқылды. Орам. 1, 2, 3. Арасынан 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Орам. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Келесі. Орам. 1, 2, 3. Екінші орамды баған. 1, 2, 3. Мінекей гүлдің 4 жапырағы тоқылды. Арасынан 4 ілмек. Бізге 6 тоқылу керек. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Гүлдің мінекей 3-ші гүліміздің біздің соңғы жапырағы тоқылады. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Толық тоқылды мінекей. Енді осы жерде 2 ілмек. 1, 2. Астар жағына қарай бұрамыз. Жерден біріктіреміз. 4 ілмектің тура ортасынан біріктіріп өткіземіз. Жұмысымызды қайтадан оң жағына бұрамыз. Енді келесі екінші гүліміздің тең жартысын 2 ілмекке көтердік. 3-ші гүл тоқылды. Енді 2 жартылай тоқылып тұрған 2 гүлді аяқтауымыз керекпіз. Жалғастырамыз. 2 ілмекке көтерілді. Орам. Енді бағандармен осылай толықтырып шығамыз. 2 бағаннан. Орам. Арасындағы 4 ілмекті ұмытпаймыз. 4 ілмек. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 4 ілмек. Келесі орам. 1, 2, 3. Орам. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6 мінекей тоқылды. 6, 2 ілмек. Жұмысымызды бұрамыз. Тағы да біріктіру бұл жерде 4 ілмектің тура ортасынан тағы да біріктіріп аламыз гүлімізді. Біріне бірін жапсырып біріктірдік. Келесі 3-ші гүліміздің жартысын аяқтаймыз. 1, 2 ілмек көтеріп аламыз. Енді тағы да орам. 3 орам. 1, 2, 3. 4 ілмек. 1, 2, 3, 4. Орам. 1, 2, 3. Орам. 1 ілмек. 2 ораммен тоқылады. 3-ші 2 ілмек бірге. 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 ілмек арасында. Соңғы гүліміздің жапырағы тоқылады мінекей. 1, 3. 1, 2,
3 2 ілмек тоқылады. Астар жағын айналдырамыз. Мінекей шеткі 4 ілмектің тура ортасынан бекітеміз. Біріктіреміз. Мінекей бізде әп-әдемі болып жұмысымыз нәтижесі шыға бастады, қыздар, қараңыздар. Өте әдемі, иә? Мінекей 1,5, 2 гүл толық тоқылды, 2,5 гүл тоқылды, 3 гүл толық тоқылды. Енді тура осы әдіс бойынша 3,5 гүл тоқылады, 4 гүл тоқылады одан кейін. Одан 4,5 гүл тоқылады, одан 5 гүл толықтай тоқылады, одан 5,5 гүл тоқылады. Осылай бұл орамалдың ұзындығы немесе шәлінің ұзындығы арта береді осылай. Ең соңында тура ұзындығы жеткілікті болған кезде, жалпы көлемі жеткілікті болған кезде, керісінше қайтадан осылай бастаған сияқты керісінше енді қысқартып отырып қайтадан екінші жақ ұшына қарай тоқи береміз, қыздар. Жалпы тоқылып бастасаңыздар осылай, ары қарай оңай болады. Мінекей енді қараңыздар, қыздар. Бұл жерде 1-2 гүлдің 2 жапырағын қалдырып отырмыз, иә? Ал енді тура ортасына келген кезде 1-2-3 жапырағын қалдырасыздар да, ары қарай тура жалғастырасыздар. Қайтадан 2 жапырағын қалдырып отырасыздар. Түсінікті ғой, иә? Тура ортасына келіп мінекей жалғастырған кезде соңында 1-2-3 гүліміздің тең жартысы осылай қалу керек. Сонда тура ортасына әдемі болып осылай келеді. Одан арғай қайтадан 2 жапырағын қалдырып жалғастырып қысқартамыз мінекей. Өте әдемі, қыздар. Егер ары қарай тоқылған кезде шатасатын болсаңыздар, қайтадан бастапқы жағына келіп қарасаңыздар болады, қалай тоқылып жатқандығын, иә? Мына жерлерінің барлығын түсінікті айтып өттім. Сондықтан енді ары қарай қайталанады. Осылай жалғастырамыз, қыздар. Орамалдың немесе шәлі деп айтсақ болады дедім. Көлемін қалауыңызша үлкейтіп тоқи берсеңіз болады, осы гүлдердің санын арттыру арқылы. Келесі екінші жақ бөлігінде де тура осылай осы әдіс бойынша тоқылады, қыздар. Дәл маған қалай қызықты болды, сіздерге де солай қызықты болады, пайдалы болады деген оймен түсіріп отырмын. Барлықтарыңызға сәттілік. Тоқып жатсаңыздар, жұмыс нәтижелеріңізбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Мен үшін өте ол маңызды. Және мақта жіптен тоқылса, тіптен жазғы кезде, қазіргі кезге де өте әдемі көріп беріп тұрады. Осылай, қыздар, жалғастырамыз.